Мал ұрлығының алдын алу және төрт түлік малды қылмыстық құқықбұзушылықтан қорғау үшін білгеніңіз абзал. Малды тасымалдау кезінде жануардың сізге тиесілі екенін растайтын құжаттар міндетті түрде болуы тиіс. Құжатсыз мал тасымалдау заң бұзушылық болып саналады. Мал иесінің немесе уәкілетті тұлғаның, яғни бақташының бақылауынсыз мал жаюға тыйым салынады. Төрт түлік мал үнемі бақылауда болуы қажет. Малды қараусыз қалдыру ұрлықтың орын алуына тікелей себеп болуы мүмкін. Мүмкіндігінше GPS трекерлерді пайдалану, малға ен салу, таңбалау немесе чиптеу қауіпсіздікті арттырады. Тасжолдардың жанында жайылып жүрген үй жануарларына жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында жарық қайтарғыш элементтер тағу қажеттігін ескертеміз. Заң талаптарын сақтамау әкімшілік жауапкершілікке, ал мал ұрлығы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеміз.